Алматылықтар бұл жолы дүйсенбіде дүмпуден 2 балдық жер сілкінісін сезді. Табиғаттың тосын сыйына қатысты вице-премьер Қанат Бозымбаев сейсмикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша кеңес өткізді. Осыған дейін Алматы қаласында жер сілкінісі жиілігі артқанын желіде жарыса жаздық. Арна тілшілері алдағы уақытта қатты зілзала болуына 30% ықтималдылығында айтқан еді. Паникаға бой бермеңіз. Бірінші тербеліс аяқталғаннан кейін ғимараттардан шығыңыз. Жақын орналасқан халықты қабылдау пункттеріне барыңыз. Тек ресми көздерінен алынған ақпаратқа сеніңіз. Назар аударыңыз. Сирена сигналын естігеннен кейін құлақтандыру құралдарын қосыңыз. Жағдай нақтыланған соң қосымша ақпарат жеткізіледі. Алғашында есеңгіреген елдің бүгінде етеленіп қалған болуы керек. Мамырда тағы да дүмпу болды. Осы жолы вице-премьер Қанат Бозымбаев шұғыл жиында төтеншеліктерге Алматыда жер сілкінісін ескерту жүйесін 1 маусымға дейін пилоттық режимде іске қосуды тапсырды. Нам очень важно. Біз халықаралық тәжірибенің ең жақсысын алуымыз керек. Әсіресе жапондық тәжірибені қарау керек. Ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Тек технологияны қолданыңыз. Отырыста ғимараттардың сейсмикалық тұрақтылығын арттыру бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев есеп берді. Жиында болған Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевтың айтуынша, Mass Alert жүйесінде Cell Broadcast технологиясы қолданылады. Бұл технология бүкіл абонементке бірден хабарлама жіберуге мүмкіндік тудырады. Ақпаратқа сүйенсек, сейсмикалық бақылау мен зерттеу ұлттық ғылыми орталығының сейсмикалық жағдайды бағалау жөніндегі комиссиясы алдағы күндері Алматы аумағында күшті жер сілкіністері 70% ықтималмен күтілмейді деген қорытындыға келген. Дегенмен абай болыңыз, ағайын. Аружан Сұлтанова, Эльмира Рахмешева, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы.